16 сәуір күні Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қайнар ауылында өткен. Осы вермитехнология саласында 11 жылдық тәжірибесі бар білікті маман, әрі еліміздің алдыңғы қатарлы биогумус өндірушісі болған Бақытжан Мырзанұлы ағамыздың жұмыс орнында өткен мастер-класс сабақтан сіздерге үзінді ұсынып отырмыз. Жалпы бұл жиында бұл саланың біздің еліміздің ауыл шаруашылық саласына қаншалықты пайдасы зор екендігі жайында және биогумустың басқа минералды тыңайтқыштардан айырмашылығы қандай, сол жайында мағлұматтар айтылған болатын. Қазір бізге биогумус жетпейді. Бір еккен диқан жаңағы биогумустың еккісі келеді. Бірақ биогумус іздейді. Бақытжанда бармазда Бақытжанда да таусылып қалды. Пернебекте де таусылып қалды. Сәрсенбайда бармады, Сәрсенбайда таусылып қалды. Содан кейін не алады ол? Амал жоқ, Өзбекстаннан алып келеді. Өзбекстаннан әкеп жатыр. Өзбекстаннан әкеп жатыр деген нәрсе бізге намыс болу керек. Өйткені әрқайсымыздың үйдің есігінің алдында жатыр ғой гөнді. Сол гөнге құртты беріп, анау биогумус шығарып, биогумусты сол іздеп жүрген адамға берсеңіздер, әрі сіздерге пайда, рентабельділігі қараңыздар. Жоқтан, үйіңізде жатқан гөн бар емес пе? Сол гөнді қара топыраққа айналдырып, мәселен 10 куб үйіңізде навоз болатын болса, содан 5 куб биогумус өндіруге болады. 5 кубты 300 мың теңгеге тұрғызасыз, 60 теңгеге сатсаңыз. Былайша айтқан кезде жоқ, үйіңіздің алдындағы мозоль болып, ананы шығаруға ақша жұмсайтын нәрсеңізді сіз 300 мың теңгеге айналдырасыз. Одан өзге құрттар да көбейіп жатады. Шошындар көбейіп. Дамира деген қарындасымыз бар. Жағдайы тым ауыр еді, былайша айтқан кезде күнкөрістері жаңағы төмен отбасыда. Сөйтіп, ол кісі бірақ Шаушанға деген қызығушылық пайда боластыр. Сол кезде Пернебек аға мен Мұрат екеуі бір коробка Шаушан ана кісіге берген, осыны көбейт, саған ертең алдынан шығады. Сөйтіп оны біз чатқа кіргіздік. Чатта түбегейлі, егжей-тегжейлі үйретіп отырдық. Ол жасады. Бір күні 10 квадратты жеткізіп берді, маған звондайды. Бақытжан аға, ана 10 квадрат Шаушанды 1,5 миллион теңгеге саудаласып тұрмын. Соны сатып, мен жаңағы не алмақшы едім дейді. Күйеуім үлкен көліктерді дейді. Соған жаңағы газ пішетті сатып алмақшы едім дейді. Былайша айтқан кезде тамаққа ақшасы жоқ кісі 4-5 айдың көлемінде 10 квадрат Шаушанға жеткізді да, 1,5 миллион теңгеге ананы саудалап отыр. Ол деген сөз, былайша айтқан кезде жоқтан бар қылды ғой. Ол балық берме, қармақ бер деп жатады. Қармақ берсеңіз, былайша айтқан кезде ол оны пайдаға кенелтіп, Шаушандар күрт көбейтіп, Шаушан сатады, биогумус сатады, анаған табыс түсіп тұр. Былайша айтқан кезде семьялық жағдайы оңала бастайды. Мәселен, осы жерде Нұржігіт деген шәкіртіміз бар. 13 мың Шаушаннан бастаған 1 жылда 20 миллион теңге табыстады. Ол сату өнерін жақсы меңгерген жігіт. Шаушанның өзін сату арқылы қаржы тапты. Шаушан сатты, бізден биогумус алып сата берді, сатты. Рекламасын істеді, YouTube канал ашты, Instagram канал ашты, рекламасын жіберді, сатты. 11 жыл болды ғой айналысып жатқанымда ше. Менің 10 жыл алдын бірінші жаңағы биогумус беріп жүрген клиентім, әлі клиентім да мен. Олар бұдан сәтін айтмайды. Оларға мен жыл сайын беріп отыруым керек. Олар биогумус жоқ десем, кәдімгідей өкпіліп қой, мен жүрегіме қаралапты ғой. Сосын өткенде 800 кубты сөйтіп отказ беруге тура келді, былай бүйтіп тұрлап беруге болады еді. Бірақ мен отказ бердім, өйткені мына жақта әлі алмаған талай клиенттерім бар да. Сол үшін мен бір өзімнің күшім жетпейтіндігін білдім де, мен Қазақстан бойынша шәкірт бала бастадым. Қазір 3000-даған Қазақстан бойынша 3000 шәкіртім бар. Соларға егжей-тегжейлі үйретіп отырамыз. Олардың барлығы бұл нәрсені қолданып, қазір 1 квадрат алғандар 600 квадратқа жеткізіп, бір жылда 1 квадрат алғандар 200 квадратқа жеткізіп, 10 квадрат алғандар 1000 квадратқа жеткізіп қойды қазіргі кезде да. Бекжан деген бауырымыз, например, қазір 1000 квадратқа жайды. Кеше ғана бастаған.
уже. Бектұрсын қараңыз, инвалид коляскада отырады. Ешқандай коляскада отырады, ешқандай қозғаламайды ол кісі. Далаға шықса ауырып қалады. Сол жігіт үйінде отырып алып, әкесін жұмсап, ағасын жұмсап, інісін жұмсап, Шылаушанбаға отыр қазір. Өткенде осыдан 3 ай бұрын барғанымда 200 квадрат Шылаушаны бар. Сол кісілерге мына кісіге сатты, дұрыс па? Қазір уже 800 квадратқа уже жайын деп отыр. 800 квадрат Шылаушаны бар, инвалид кісі. Жеткен кезде органикалық айтышты. Мынау МТ деген минералды айтышты. Минералды айтышты. Мынау жасыл жерге пайдалылығын білдіреді, сары өнімге пайдасын білдіреді, қызыл зияндылығын білдіреді. Енді қараңыздар. Мынау биологиялық айтқыш. Енді қараңыздар, сары өнімге пайдалы жағы 20-30%. Өнімге пайдалы, жерге пайдасы 70-80%. Былайша айтқан кезде, бірінші жылы 20-30% пайдалы жағынан беретін болса, ендігі жылдары ол жылдан жылға қара топыраққа айнала бастайды сіздердің жерлеріңіз. Биологиялық тыңайтқыштарды қолдану арқылы сіздердің жерлеріңіз жер алқаптарыңыз ары қарай тыңайған қара топырақты жерге айнала бастайды. Қара топырақты жерге айналғаннан кейін оның процентінің отношениясы, сары деген нәрсе, бұлай көбейеді, кейін бұлай көбейе бастайды. Ал минералдық тыңайтқыш зияндан қараңыздар, ол пайда да келтіреді. Бірақ соған қоса зиянлылығын да келтіреді. 20-30% зиянды жағдай. Мынау жүгеріге биологиялық тыңайтқыш 35-40% пайдалығын келтіреді. 60-65% жерге пайдалығын келтіреді. Минералдық тыңайтқыш 15-20% мынаның өсуіне көмектеседі. Бірақ соған қоса 40-45% зиянды жағдай тудырады. Биологиялық тыңайтқыш картопқа 30-35% пайдалығын келтіреді, 65-70% жерге пайдалығын келтіретін болса, минералды тыңайтқыш 40-45% зияндығын келтіреді. Бірақ 15-20% пайдалығын келтіреді. Сол сияқты нәрселер. Ал енді қазір минералды тыңайтқыштар білесіздер. Селитра 200 қанша теңге болып кетті? 260 теңге. Амофос қанша? Амофосын одан асып кетті. 300-ге бар. Енді карбамид одан асып кеткен бағалары. Ал біздің жаңағы биогумус қазір 60 теңгеден беріп жатырмай қазір. Құны 60 теңге. 1 литрі кубы 60 теңге. Ал компостты біз 15 теңгеден береміз. 1 кубы. Міне енді күздігіні жер жағдайын күз жасамаса түз жаса деп жатады ғой. Күздігіні компостты өздеріңізде шикізат қол жетімді. Соны аласыздар, сабан мен гөнді араластырып қыздырып компост жасайсыздар да, соны жерлеріңізге сеуіп тастасаңыздар, жерлеріңіз мынанша дәрежеде қара жерге айнала береді жылдан жылға. Жердің жағдайын күз жаса демекші, жер күздігіні осында беріп тастау керек. Сосын орыста бір сөз бар, умные выращивают овощи дейді, мудрые землю дейді. Дана адамдар жерді баптау керек. Жерді баптасақ, ол жер анамыз бізге өнімді көп береді. Жерді баптамайтын болсақ, ол былайша айтқан кезде одан өнім күтпей-ақ қой деген сөз. Скоро біздің жерлеріміз былайша айтқан кезде гумусы вообще жоқ болып кетеді да, одан кейін күйреуге кетеді. Міне мақтаға, алмаға, жүзімге, қай-қайсысына болса да, осы жерде проценттің отношениелерінің бәрі жазылған. Минералдық тыңайтқыштар өте қымбат, органикалық тыңайтқыштар өте арзан. Органикалық тыңайтқыштар бірте-бірте жерді құнартады, құнарлы жерге айналдыратын болса, ал минералдық тыңайтқыштар жерді өлтіре береді. Мынау биогумусқа пісіп жатқан өнімдер Мейіржан егеміз ала бұйыртса, Түркістан облысы әкімі Өмірзақ Шөкеевке көрсетейін деп жатыр. Бүгін біздің ауданға келіп жатыр ол кісілер.
сол жерге өз өнімдерімізді алып барып көрсететін боламыз. Міне биогумусқа егілгендер.